Жыл сайын біз шииттердің өзін-өзі азаптау мен жазалауын көреміз. Осылайша олар Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи вассаламның немересі Хусейннің қайғылы қазасына қайғырады. Бұл тарихи факт, бірақ неге өзін-өзі жазалайды, қанжоса болып, өзінің және балаларының басын кеседі және тағы басқалары. Шамасы шайтан өте жақсы жұмыс істеген екен. Шииттер осылайша өлген Хусейнге құрмет көрсетіп, оны еске аламыз дейді. Бірақ бұл марқұм Хусейнге ыстықта суықта емес, ол тіпті қабірінде шииттер не істеп жатқанын да білмейді. Хусейнді өлтіргендер үшін де бұлар ыстықта суықта емес, олар сосын сот күні жазасын алады. Бұл кімге жақсы? Тек шайтанға және шайтанның атына ерген сектанттарға ғана жақсы. Шииттердің проблемасы ол Құранның нақты аяттарын оқымайды. Құранда былай деп жазған: бірде-бір жан біреудің ауыртпашылығын көтермейді. Ешбір жан біреудің ауыртпашылығын көтермейді. Сізден біз жасаған күнәда туралы сұралмайды, ал бізден сіз не істеп жатқаныңыз туралы сұралмайды деп айтыңыз дейді. Тағы бір аятта былай дейді: бірде-бір жан біреудің ауыртпалығын көтермейді. Адам тек ұмтылған нәрсені алады. Құранның аяттарынан көріп отырсыздар, біреудің күнәсін біреу көтермейді, әркім өз үшін ғана жауап береді. Сондықтан да шайтан адастырған шииттердің істеп жүргендері бос әуре. Олар күнә ғана жинап жүр. Себебі исламда өзін-өзі ұруға, өзін-өзі жарақаттауға, басын сындыруға және басқа да осындай әрекеттер жасауға тыйым салынған. Аллах былай деп бұйырады: және өзіңді құртуға болмайды. Екінші аятта: өзіңді бір-біріңді өлтірме, өйткені Алла саған мейірімді. Хадисте былай делінген: біздің арамызда өзін бетінен ұрып, киімін жыртып, жахилия кезіндегі жоқтау сөздерін жариялайтын адам бізден емес дейді. Бұхари, Муслим. Аллах тағала былай деп бұйырады: айтыңызшы, істері ең үлкен шығын әкелетіндер туралы сізге хабарлайын ба? Бұл дүниедегі өмірді адасып, бірақ өздерін дұрыс жолдамыз деп ойлап жүргендер. Үңгір сүресі. Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи вассаламның отбасы мүшелерін сүюге және құрметтеуге ешкім тыйым сала алмайды. Бірақ соқыр фанатқа айналуға болмайды. Егер сіз фанатик болсаңыз, онда сіз шайтанның жолына түсесіз. Хадисте былай делінді: діндегі фанатизмнен сақ бол. Діндегі фанатизмнің кесірінен бізден бұрын болғандар шынымен өлген. Тағы бір хадисте: шынында да бұл дін оңай, бірақ егер біреу онымен күресе бастаса, ол оны үнемі жеңеді. Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам өз сөздерін үш рет былай деп қайталаған: шектен шыққандар өледі. Елшіміз саллаллаху алейхи вассалам тірі кезінде фанатиктерден былай деп бас тартқан: менің үмбетімдегі адамдардың екі санаты менің шапағатымды алмайды қиямет күні. Бұл әділетсіз және қатыгез билеуші, сондай-ақ шектен шыққан әрбір жолдан таюшы дейді. Фанатикті айтқан. Аллах тағала Құранда былай дейді: біз сендерді бүкіл адамзатқа куәлік ету үшін ортаңғы қауымдастыққа айналдырдық. Ал елші сендер туралы куәландырады дейді. Көріп отырғаныңыздай, өз сектаңызды, шайтанның сектасын тастап, тек Құран мен Құранға қайшы келмейтін сүннеттің бір бөлігін ғана ұстаныңыз. Егер тура жолға түскіңіз келсе, жұмаққа кіргіңіз келсе.